приехала. Пускай выходит, они же меня вызвали сюда. Келсин шықсынында. Шақырды өзі, повестка бар ғой. Пускай проверяет ко мне. Мен больницада болдым сол уақытта. Баламен ауырып жатқан баламен. Шақырып отырма, мен хатшыға жаздым. Мен больницадамын, балам ауырып деп айттым. Тыңдаған жоқ па? Шақырды ма? Сот өткізді ма? Келіп маған осы жерде сотты жариялады. Я хочу услышать постановление суда вот здесь прям. Балдарын қастау. Алиса Владимировна, күн ыссы, балалар не енді мен не істеп мені шақырды, мен ішке кірмеймін, кондер болмайды. Кондер болмайды, ауырып тұр бала, қара суға түсіп Қазір тұр. деген скорый келді, 38 бет. балаларды жібересіз. Че, баламен шақырды ғой енді сот Я не деген. могу, она емшікте бала. Мен оны қалдыра алмаймын, судорога, одышка болса, мен деген Жалпы больницаға негізі, жүремін. Алиса Владимировна, мына әкімшілік іспен келіспей тұрсыз ғой қазіргі уақытта. Мен Келіспеген- әкімшілік іс емес, сіз тыңдамайсыз. Был судебный процесс. Мы заявили много ходатайств. Много ходатайств, все были отклонены. В связи с этим я дала отвод судье. Отвод судьи рассматривался утром. Кеше Абугалидің хатшысына маған айтады, он жарында не болады. Процесс. Не процесс, отвод бойынша не болады. Мен аламын да хатшысына. Хорошо, отвод без меня проводите. У меня ребенок заболел, справка с инфекционного аппарата, с больницы нашли. Мен оған айттым, мен отводқа қатыса алмаймын, мен адвокаттарым қатыса берсін дедім. Ана процесске енді мен больничный екен, айттым. Сосын хатшы жаздым, мен қоса алмаймын, мен больничный, пускай отложит процесс. Оған қарамай, мен адвокаттарын алады да, онлайн қосады да, и постановление суда. То есть мы еще, есть у нас другие ходатайства, у нас еще были много вопросов, да, соны қарамай тек постановление оқиды. Сонда сот деген не мынау? Мен шақырдыма 11-де, мен келмеді деп өтірік деп, мен больничный сағат 10-нан бастап ашылып тұр. Мой больничный открытый, жаңа талапта, по уходу за ребенком, менде өзіме ашам деп, у меня салқын тигізіп алдым мен, мына жерде былай-былай шауып жүрген. Мен өзімде де ауырып тұрмын, больничный ашам. Оған мүмкіндік берген жоқ маған бұл больницаға бар. Мен өзім ауырып тұрмын. Турага шықсын мына жерге. Пускай пояснит, почему такой процесс. Пускай скажет, почему вчера я ее секретарю отправила справки, да, что болеет мой ребенок, да? Неге ол во внимание алмайды, неге мені сотқа бүгін шақырды. Не себептен мен маған бұл повестка, жақсы отводты, она через сутки, сан бойынша, жақсы она должна. Мен оған кестім, адвокаттар, зачем процесс назначен? А Бугалиева сама председатель суда знала об этом, что мой ребенок болеет. Все документы были предоставлены. Слушай, если ол заңдыма так должно было, вы больничный қарамаймыз деп, полиция больничный болған қарайды. Онда хорошо, мен тұрамын да кетсем болды. Айтпасын маған, кетем мен болды. Айтсын маған, шықсын тұраға. Шықсын халыққа айтсын, бәрін көрейік, что мы не должны заявлять какие-то доказательства, мы не должны ходатайство давать, сотқа ол керек емес нәрсе. То есть полиция менің дұрыстап мен ісім тексермейді, алады мен құқым шектейді полный, сотқа жібереді, сотта біз әділдік көреміз па деп не істесек, бәрін дәлелдемелер көрсетеміз па десек, сотта оған да мүмкіншілік бермейді да, алады да хаттама несі қаулы шығарып. Қалай болсын да? Қалай болсын? Соны айтып берсін, болды мен кетем. Тураға келіп айтып берсін. Сосын не себептен мен шақырылдым? Кеше ол білді. Хатшысын менде Жой, меня вызвали в суд, да? В 11 я была в больнице, я не могла. По повестке мен келіп тұрмын қазір. Мен по повестке келіп тұрмын. Шықсын. Ана мен кіре алмаймын, бала деген температура. Сейчас опять мен. Енді соттың қызметкерлері қосымша жеткізетін шығар, енді бұл мәселе бойынша өзің. Жоқ, онда отыра беремін, мен сізді мында шақырған жоқпын. Мен деген областной прокурорға барамын, осылайда балдармен отырамын, протест берсін мына бүгін сотқа. Мен оны білемін, сіз маған заңдықтан. Өзімде юристпін бар ғой. Осы мен юристпін, да? Протест, иә. Бірақ та қазір Абугалиева мені шақырды ма 11-де, кәнде повестка мені сот. Повестка мені шақырып отырма, мені мына. Вам явиться нужно в 11 часов деп бар ғой. Ана, сотпен шақырып отырма. Мен 11-де келе алмай себебі полицияда болдым. Сразу меня Оффлайн болды, процесс? Не, оффлайн деген мен Келіп жүр ғой, аяқта келіп жүр ғой. Оффлайн келіп жүрмін. Оффлайн. Оффлайн келіп жүр. Мен оффлайн келіп жүрмін. Кәдімгі барлығы правозащитникке бәрін келіп отырмын. Мені шақырды ма, мен келіп отырмын. Бірден босадым ба, бірден дәрілерін алдым балаға. Дәрілерін бердім да, келдім ба, шықсын енді. Шақырды мені. Мен по повестке келіп отырмын, мен просто келіп отырған жоқпын. По повестке келіп отырмын, келсін, айтсын, кетсін. Дальше мен прокуратурамен боламын. Алиса Владимировна, әрдайым сізді келген
кезде қабылдап отыр енді. Сот қызметкерлері Что, мына кісі вообще необжим, да? Он мне его участок что ли? А? Задай вопрос, подойди. Что, ну вообще не участок даже. сот актісіне қатысты Китовоз, мына кісі вообще китовоз, что вообще? Алисияның өзі битек. Вот этот человек на меня оказывает давление вообще. Под китовозом мына кісі вообще не білмейді вообще. Хрен заңсыз, без фуражки ходит, без видеожетона. Показывай, он солай келмей ақырсын. Ехиді күлмей ақ қойсын. Алисия Владимировна битек мына аталған мәселені заңның шеңберінде шешеді. Жоқ, заңмен шермеймін, не шешем. Жоқ, заң деген неге до этого болған жоқ, айтып жатыр ғой, шырылдап айтып жатыр. Заңсыз протокол толтырды полиция деген қызметкерлері. Оны алып келіп, сотқа алып келіп, қашаннан бері шырылдап айтып жатыр Алисия деген. Қашан тоқтайды мына масқара деген құрсын. Неше күннен бері шырылдап айтып жатыр құрсын. Жоқ, действительно неге қорлап жатсыңдар өйтіп деген бар ғой, шынымен де. Обал емес па мына балдарға деген? Ауырып тұрған бала үшін мені жаным ашты, шынымды айтсам. Неужели бізде мына әділдікті талап ету үшін мынандай болу керек па сонда деген құрсын? Жоқ, енді айттыға бүгін мен балам ауырып жатты деп енді қандай асығыстық болды. Неге полиция қызметкерлері, неге қызымен оны прям деген толтыруға асықты оны деген Алисияны деген не үшін? Жоқ, не бар соншамадай құрсын? Значит, я харап битек, иди всесторонне, новой-то, видимо, как по клевете жалко беседа. Есть судебный процесс был. Сидалек бетуна бина, халықты меке, бешірілген, секеге. Жоқ, шырылдап жатыр. Мен действительно Алисияға мені кім адами тұрғыда мен Алисияны түсініп тұрмын бар ғой. Сендерге кім шырылдап айтып жатыр. Заңмен айтып жатыр. Жоқ, бізге айтыңдаршы онда заң жүрмейді. Бізде заңды вообще талап етпеңдер біздерден деп. Штрафтан емес, алаңда қазір кәсіпкерден төлей алмайды. Қазір мен төлей алмайды. Кредит ал. Әділетсіздікте. Дұрыстап сотты қарау керек. Неге сотпен экспертті шақырмайды? Не, полиция, можно болеть, да? Полиция можно, вот выходить, сотқа келмейді, да? Мына кісіні жібереді. Кім деп жібереді вообще? Жоқ, екі сотрудникті кешеден бері шақырып жатыр ғой, заңсыз толтырған. Протоколды Алисияға толтырған үшін кешеден бері шақырып жатыр сотқа. Бірақ сот алады да оны отклонять етеді. Екеуі якобы больничныйда. Енді бүгін ашып. Мына сотрудниктің. Оған күлкі болып жатыр мына сотрудникке. Ему смешно, басына келсін. Ертең сен ата болғанда сен немерең келмесін алдында. Ата, неге әділдік жоқ? Неге мені сөйтіп соттап жатыр деп? Келмесін сен қасына немереңше күліп тұрған. Мен балдарыма күліп отырмын ау отырып көшінде. Неге издеваться етіп отырсың, нас күліп? Жоқ, Күлкі сен нәрсе ма не? күліп отырсың. Сырт күліп отырсың мына жерде. Я сырт шекелді ма деп саған. Жоқ, сен сырт кекелді. Жоқ, рахаттанып тұрсыздар ма Алисия 700 мың теңге штрафта? Әңгіме одан емес, түсініңізші, әңгіме штрафта емес. Әңгіме Алисияның құқықтарының барлығы шектелгенде болып тұр. Не себептен шектелді? Осы сұрақ бізді мазалап тұр. Бұл аталған процесс, бұл процесске прокурор қатысқан жоқ, бұл прокурордың қатысуынсыз қалады. Енді бұл процесс туралы мен қазір біліп тұрмын ғой. Жоқ, біздің президентіміз не деп жатыр? Құрылтай құрып жатыр. Жаңа заң деп жатыр. Конституция. Күні кеше шықты мына конституция. Бұл конституция жұмыс жасамаса, неге айтып жатыр онда президентіміз? Қайта мына конституция кім үшін сонда? Кім үшін мына конституция сонда деген? Прокурорымыз кеше неде? Бас прокуратурадан сөйлеп жатыр. Новая конституция, новое верховенство деген справедливый суд. Не ал деп сөйлеп жатыр сонда. Сізге қазір сол даже видеоны көрсетеді. Кеше айтып жатыр ғой, тек жаңа конституция бізде әділдік деген верховенство суда, справедливость суда деп. Қандай сот болды? Кеше болған бүгін процесс болған осы ма? Осы үшін, осы процесс үшін осы конституция жариялаған ба 1 июльда? Осы үшін ба жасаған? Мен деген қазір бекетке шығып жатқан жоқ бұл жерде. Мен келіп отыр, шақырды ма мені ауырып тұрған баламен шықсын тураға. Шықсынға Букарева бұнда. Болды. Айтпасын бізге бәрін бізге. Құрметті полиция ханым, Вы вообще қоғам қауіпсіздік полиция департаментінен. И чё? Сіз мына жерде қоғам тәртібін бұзып отырсыз. Хорошо. Айғайламаңыздар. Хорошо. Подождите. Тұратыңыз. Сіз кедергі жасамаңыз, былай қарай тұрыңызшы. Ол менің Адвокаты ғой. Мен сізге тағдай түсіндірейін. Сіз кімсіз? Жоқ, сіз деген не ма? Я енді сіз не істеймін тұрсыз? Толтыртсаңыз. Балаңыз ауырып тұр. Толтыртсаңыз онда. Мен сізге тағдай түсіндірейін. Сіз айғайламаңыз. Толтыра беріңіз. Толтыра беріңіз. Толтыра беріңіз.
Dedim sot şahında saat 11'de. Әйел адам баламен отырғасы ішке стрессті состояние. Тағы да айтамын, мен айғайлап Жоқ, қалай қарсы шығып жатыр, соны айтыңызшы деген. Сіз есіміңіз кім? Сіздің есіміңіз кім? Сіздің есіміңіз кім? Қолда алыңыз. Этика. Этический кодекс соблюдайте. Дистанция ұстап тұр, көпшілік көңілде. Мына кісі, Айбар аға, мына кісі, Арағашты дистанция ұстап тұр, сізге тағат тұрған жоқ. Мына кісі посодействовал этому бездействию. Вот этот именно человек. Осы кісі болды. Заңсыз хаттама толтырғанда осы кісі болды міне. Заинтересованное лицо. Осы кісінің өзі заинтересованное лицо деп айта аламын. Прокурор, вы сейчас говорите, вот этот человек, когда на меня незаконно составляли протокол, Жоқ, не істейсіз, қамайсыз ба? Жоқ, не істейсіз енді? Не істейсіз? Қамайсыз ба? Қамапсаңыз сонда алып кел. Алып кел бар, газетті алып кел, қамапса бар деген. Қамапса, айқайлай, бар қамапса бар деген. Маған олай әкіріндеме, форма киіп алдым деп, маған өйтіп әкіріндеме. Заңды сендер бірінші орындап алыңдар. Бізден бірінші заңды талап ету үшін бірінші өздерің заңды ұстап бағалаңдар. Қамапса бар, алып кел бар газетімді, қама. Не істейсің ал, не ұтасың ал қамағанда? Қамайсыздар, бәріміз түгіл қамайсыздар. Өйтіп олай бізге провокация шақырмай ақ қой. Қамапса алып келіп бар да, газетімді алып кел бар, тие бізді деген. Один человек останется. Вот, и Алиса Владимировна, вы знаете, если по постановлению суда вы имеете право обжаловать. Вы вообще молчите, я вас не слушаю вообще. Вы имеете Жоқ, мынау не вообще? Адамды осылай. Абугалиева, все, идите. Жоқ, сотрудник полиции. Не надо Жоқ. Абугалиева шақырып подождите. жоқ. Неге осылай адамды сандалтып қоясыңдар? Обжаловать ет, бүйтіп. Оның бәрі уақытты созуға адам деген. Қандай айқай-шу айқай сендер? Бұл айқай-шу емес, бұл адамның жанды даусы. Соны дұрыстап түсіндіңіздерші. Айқай-шу бұрмаламаңыздар. Қамау керек па? Алып келіңдер газелді барып отырып келеміз. Ничего страшного. Бар алып кел, үйтіп қорықпай ақ қойыңдар біздер деген. Қамайын бүйтіп, алып келіңдер газелді. Болды, қамау алып кетіңдер. Все хорошо. Міне прокурор жайлап сөйлеп тұр ғой, айтып. Мына іс бойынша с самого начала қудалаума. Шарбаққа кірген мына протокол. Жоқ, прокуратура протест беру керек. Соңында құқықтан бәрі шешіліп тұр ғой. Жоқ, біліп тұрмын ғой енді. Енді қандай асығыстық болды деп тұрғанымыз ғой. Сот шешімсіз қабылдады. Біз ол іске қатысқан. Мына вообще протоколдың өзі заңсыз толтыру. Өзі заңсыз толтыру. Қудалау сол протоколда. Басына бастап Коптуваға түседі ма? Коптуваны по месту жительства жерлем бар. Коптувадан үлгере алмай шығуға үйде шаруақта мына бессовестный деген участковыйлар жүреді уже солмен. Мен әлі деген балдарды садиктен сабақтан алып үйге үлгере алмадым. Үйінде наркотик лақтырып жатыр ма, не ма? УСБ әлі тексеріп Иә. жатыр. Ол кейін шығып кетті. Иә, бәрі. МВД-ді тексеріп жатыр. Жоқ, УСБ-ға жазған не керек? Жоқ. Қайда кетқаныңыз, Алиса ханым, сізді күтіп отыр. Мына, ол деген, мына МВД-да кеше сізді күтіп отыр. Неге кетқаныңыз? Халық деген этиканы сақтауға міндетті емес, түсінің бә, отырып алып фейк аккаунтын жазбай ақ қойшы. Протокол заңсыз, адвокат іштен бермейді. Халық міндетті емес этика сақтауға. Біз мемлекеттік мекеме емеспіз ғой. Кеше мені өтінішпе бар, аудио бар. Этика ұстайтын міне осылар міне этиканы ұстайтындар. Мына мен деген, маған кеше деген Астанадан шақырып жатыр да, мына исчезающий түркен. ДСБ-дан. Вообще, мен деген міне ОСБ-ға барсам, неге олар шара қолданбайсыңдар соған? Олар айтпайды да, тек мен МВД-дан білем екен. Сол қызметкер отпускаға кеткен больничный. Больничный неше ай ода? 2-3 ай ма не?
еңбек демалысында болады. Екеуі де ма? Қалай бір опоркадан екеуі онда да пускай служебный расследование проводит. Тағы бір заявление. Бұл мәселе бойынша полиция департаменті өзінің бағасын берсін. Жоқ, жазып жатыр Алиса да. Шака Абугалиева шықсын. Маған Абугалиева керек. Қосымша соттың қызметкерлеріне Мен айтамыз. кетпеймін. Мен пикетке 8 числоға и так жазсам почта. Мен пикетке жазсам, мен просто так қалдырмаймын аны. Мені если соттайсыңдар ма, штраф саласыңдар ма, заңмен салыңдар. Мен қашпаймын штрафтан. Келді ма, мен действительно мені кәдімгі дәлел беріңдер ма? Пожалуйста, мен от души кәдімгі. Қазір айтып сонымен бірдеңе бүлдіріп жатырмын деп, не бүлдіріп жатырмын, заңмен мені толтырыңдар. Я бірақ та барлығы заңмен тәртіп қалайсың деді. Бүкіл страничкаларда жүргенде заңмен тәртіп болу керек. Не только у нас, но и у вас. Сонымен қазір деген Абугалиева пускай пояснит. Не себепті мен ауырттырған баламен, больничныймен бүгін сот өткізді. Соны айтсын келіп болды. Кішкене былай қарай ұқсаттың ғой, балаға ауа жетпей жатыр ғой. Ары қарай ұқсаттың ғой, балаға ауа жетпей жатыр. Скоро шақшыққа температура как көтеріледі бала. Аталған іс бойынша бауымен танысып, апелляциялық салтына. Жоқ, сіз маған айтпаққа, оны білемін. Протест не қазір Абугалиева айтсын. Не себептен ауыртырған баламен мені шақырды. Келіп тұр ғой мен. Келсін, мен шиданға не айтсын. Не себептен шақырды. Мен басқа талап етіп жатқан жоқпын. Оны деген мен берем ба? Оны апелляция қалдырады ма? Мен ол шырап тұр. Бірақ та өзден жасаған әрекеттерге жауап берсін. Болды. Мен айтып жатқан жоқпын. Алса да мына 300 мыңды. Садақа деймін бәрі. Садақа. Мен оны төлеймін мен. Мен балдарым нан жемей қойсын, ет жемей қойсын. Бөле қоямын мен оны. Ал мына жерге Абугалиева не себептен бүгін мені ауырттырған баламен шақырды сотқа. Соны жауап берсін. Болды, басқа мен талабым жоқ осы жерде. Келсін мында, айтсын маған көзіме. Мен қазір сот қызметкерлеріне жеткіземін бұл мәселені. Жеткізіңіз, болды. Сотқа жеткіземін. Я сейчас сижу здесь и буду сидеть, я ничего не хочу. Я здесь не с плакатом сижу. Я сижу здесь с детьми, я жду суда. Я своего суда жду. Все, болды. Мне утром сотка, я хочу поучаствовать в этом суде. Я не участвовала, мне не дали возможность поучаствовать в суде. Ну вот эти факты надо указать. Что? Мне эти факты пускай Абугалиева скажет мне. Здесь как турага целого суда. В туалете у них пиво. Валяются пустые банки. Пустые бутылки валяются, пицца. Они здесь день рождения, что ли, празднуют? Для этого, чтобы у них это время осталось, чтобы пойти пиво, чего у них в туалете вообще пустые бутылки с пивом валяются, да? Можете написать. Что, он жаза? Для этого, что ли, мой процесс? Или они праздновали, Олеся, общественницы, бугун мы оштрафовали. Менде деген қазір много сомнений в голове. Менде сұрақ Енді Алексей Владимирович бағанадан сөйлеп Оның алдында еще полиция қызметкерлері осы судьяларға келіп, гүлмен торт алып келді ғой. Апелляциялық сотқа жүгіну. Полиция еще деген форма Бала шағаңыз бар. Жоқ, у нее температура, мен кондерға оны апармаймын. Бәрі заңды негізде. Жоқ, кондер анда, шығып тұр кондер. Мен 700 мың штраф, мен айтып жатқан жоқпын 700 мың. Мәселе одан емес, 700 мыңнан емес. Мен қиналмаймын ол 700 мыңды төлеймін. Шүкірмін. Құқықтарым шектелді дейді. Заңды. Мына кісі келді кезінде, мына кісінің жақындарына маған убийца тағы бірдеңе жазған. Келді маған. Олеся, алсашы заявление, да? А қазір деген қандай деген қылады? Ұят жоқ екен адамсыңдар сендер. Ұят жоқ екен адамсыңдар. Қалай сен сандуғашқа келдің? Олеся, жазбай қойсын ağzыңды. Қалай олсыңдар? Қалай сен мен көзіме қарап жатсың қазір, қалай сендер маған қылмыс көрсеттіңдер, да? Жоқ, ол мәселе. Ол мәселе вообще жалпы айтпады. Сонда мен оларды аяйым екен, да? Сонда мен оларды аяйым екен, да? Олар деген осындай мен балдарға жеткізіп отыр. Енді жақсы, оған вообще сөзім жоқ уже. Ашылды бітті, маскалардың бәрі ашылды. Енді маған деген қазір төраға судья керек. Құқықтарым бұзылды дейді. Менің құқықтарым бұзылды дейді. Шығара берсін ол қаулды. Маған айтсын, не үшін мені қатыстырған жоқ? Мен не үшін сотқа қатыстырған жоқ? Ал келсін. Мен енді құқық болғасын. Жоқ, қазір, отыра берем.
бала шағаңыз ауырып ішке кіріп кетсеңіз болады. ішке мен айтып отырмын, Жалпы кіре апелляциялық алмаймын, сатыға жүгіну ішке кіре алмаймын, он барамын дейді. қанша мекен сотқа жоқ апелляция ғой ол деген мына жерде құқықтарым бұзылды деп тұр ғой бұзылды дейді Сіз иә үкім шығарып тұр, әділетсіз үкім шығарып тұр ғой. құқықтарым бұзылды дейді Мен жоқ өзім ауырып тұрмын, мен даусымнан да көрініп тұр, мен өзім бүгін больницаға бара алмай қалдым. Вы что давно будешь? Не мынау дейді. Алдарынан келсін бәрін бастан, сендер деген немерелерің осылай келсін алдарында. Бәрде соны қиып, ертең сендер немерелеріңді алдына келсін, неге әділдік жоқ? Неге мен полиция түсіпті? Неге маған адвокат берген жоқ? Сонда көремін, мен көзі жасы шығады, мені есінен түсіресіңдер сендерге. Мен сендерге сұрап жатқан зармен тартып, зармен мені толтырыңдар. Зармен все в порядке, законы мен сендерден ештеңе сұрамай басқа. Салды ма штраф, салды, төлемеді. Мен қазір де көзім жасы шыққан емес. Мен де ойлап жатырмын, мен балдарым ертең қалай өседі, басқа балдар қалай не сұрайды олар. Біздің ұрпақтарымыз қалай не вообще өмір сүреді. Енді қазір осындай жаңа конституция бірінші июльде жарияланған. Сондай осындай болып жатқан. Ертең не біз көреміз? Біздің балдарымыз қалай өмір сүреді осы Қазақстанда? Осындай полициямен, осындай Сіздер заңсыз хаттама толтыратын болсаңыздар, оның құқығымыз ең бірінші тоқтай тұрыңыз. Сіз өзіңіз дистанция арақашықты сіз дистанцияны ше өзіңіз шынымен де деген иә жаңа басшыңыз айтты ғой. Осы кісінің атаудан болды ма, мына шыққанасы, бұны бұдан болмады ма? Оны дәлелдей жоқсыңдар. Хаттама толтырды. иә Сотқа келді. Сот бұның құқықтарын бәрін жойып. Бұзап. Потому что он сказал лично. Қанағаттандырмайды. Негізсіз. Әрбір белгілі өтіс негізделіп бас тарту керек. Немесе қанағаттандыру керек. Тек отыра салып қанағаттан бас тартып, қанағаттан бас тарту ол болмайды ғой. Не үшін қазір сонда тоқтай тұрыңыз. Мен болған жоқпын. Мен болған жоқпын. Себебін білу керек қой, себебін. Соттың әрекетіне өзінің наразылығын білдіріп отыр. Ол балдарын қалай қинап отыр. Балдармен мені сот шақырып жатыр. шақырып жатыр ғой баласымен бірге шақырып жатыр А кімге мен мынаны тастаймын? Соттың шешімін любой уақытта сотпен қалай қинап отыр. шешім емес бұл жерде қате түсінік мына жерде Нарушение болған жөнінде кейін апелляция балдарын қалай қинап жатыр қазір. Сіз емес па? Сіз емес па айтқан? Менің Қайда отырып болмайды деп қай жерде толып тұрмыз айналамызда. Қай жерде отырып болмайды жазылған. Ойбай, кешіріңіз иә. Кешіріңіз, ал 700 мың штрафты балдарынан аузынан шырып тұрып. ол кезде аямайсыздар Да, ол кезде аямайсыздар да. Содан кейін бір ай бойы бала аш болады деп қорықпайсыздар ма? Бала шағасы бар ма? Кішкентай құлдықта. Емшектегі баласы бар ғой. Ол дейтін қараңыздаршы, мен есімім Талғат Қуат, мен таныстырып кетейінші. Мен екінші халық полиция бөлімінде қоғамдық қауіпсіздік бөлімшесі бастығы міндетін атқарушы полиция майоры Сисарбай Талғат деп таныстар ғой. Қараңыздаршы, мен сіздердің ситуацияларыңызды адамды қарап тұрайын, түсін алайын деп. Түсіндім, иә. Сіздер айтып отырсыздар, енді соттың шешімі бізде әділетсіз болды. шешім емес құқықтары шектелді Мені қатыстыртқан жоқ. Иә, ғана қатысып тұрған шешімі, соттың енді Енді мен келіп отырып естесі дұрыс емес деген ғой маған. жоқ бүкіл құқықтарын бәрін шектеп тастап тұр ғой Мен айтайын, қараңыздар, сіздер біз айтып отырсыздар, рұқсат беріңіздерші менен. Хорошо. Менің келгендегі мақсатым сіздермен ұрысу емес. Мен сіздермен сөйлесу мақсатында келіп Хорошо. Қараңыздар, енді біз оның барлығын біз сіздерден түсіндік, біз қабылдадық. Енді ондай жағдайда біздер тек қана өзіңіз бана айтып отырсыз, заңды тұрғыда деп. Заңды тұрғыда обжалование берейік, жоғары тұрған сотқа берейік. жоқ әңгіме оған и так беріледі ғой Біздер судья шықпайды, мы же. Қара, 2 күн шықпаса 2 күн күтіп отырасыздар. шықпай ақ қой иә Біз олай отыра алмаймыз біздер, қараңыздар. Отырмай ақ қойыңыз. қазір мен айтайыншы Талғат мырза айтайыншы мен сізге Балдармен 2 күн отыра алмайсыз ғой. Талғат мырза Прокурор кіріп кетті. Біз қазір 5 минут күтейік, может шығып қаламын, мен білмеймін. Талғат мырза мен сізге айтайыншы жоқ мен сізге айтайыншы осы орайда бұл жерде кім деген шешімге емес ол шешімді и так обжаловать етеді ғой ары қарай заң бар ары қарай областной бар верховный бар кассация бәрін бере береді ғой ол бұл жерде мына жердегі кешегі біз судьяның көргенін өзіміздің көзімізбен көргенімізді айтып тұрмын да мен кеше көзіммен көргенімді айтып тұрмын Олесяның бүкіл құқықтарын полициядан бастап шектеп тастап тұр ғой
полицияның өзі протокол толтырған кезде бұған ешқандай адвокаттың ешқандай көмегін бермейді, алады да сразу экспертизаға жіберіп тастайды. Экспертиза келгеннен кейін бұны ешкім таныстырмайды да, аппаратта сразу сотқа апарып лақтырып тастайды. Сотқа келеді, соттан әділдік бола ма деп келсе, соттан кеше оған біз өзіміз кеше көргенімізде ешқандай өтінішті қана әңгіме, ол соны айтып тұр Олеся деген, ол шешім де емес, ол не де емес. Біздегі талап қандай қазір, соны түсінейінші, сіздің талабыңыз қандай қазіргі? Сот шығу керек дегенде? Төрағасы шығып айтсын, Олеся бізге заказ түсті, біз ештеңе істей алмаймыз, біз сен өтініш деп қара алмаймыз, сізге біз штраф салуымыз керек болды, біз 700 мың салуымыз керек болды. Мен онда апелляцияға да бермеймін. Мен тек төлей қоямын, хорошо деп айта қоямын. Хорошо, Абугалиева төраға, хорошо, мен төлей қоямын. Олай болса сізге гүлмен торт әкелсе, менде де сізге алып келеледім сол гүлмен торт. Біз көрдік қой әлеуметшіде, гүлмен тортпен алып келатқан не себептен, қасына пакетик бар ол жерде да. Менде де алып келеді сізге гүлмен торт. Қараңызшы, қазір бізде енді кәмен сотқа төраға бізді прокурор кіріп кетті ғой. 1 минут, 1-2 минутта шығады деп ойлаймын. Қазір сол кісі төраға шығатын, шықпайтын айтайық. Содан кейін сіздің бастырарыңызды ойлаймыз. Ондай процесстарды өткізбей ақ қойсын. Соны қазір 1-2 минут онда күтіп алайық қазір кішкене сабырсыз. Сіз скорыйға сізге керек па скорый қазір уақытта шақырдыңыз ба? Бана бір әңгімені скорый керек дедіңіз. Келді ма? Жоқ, тағы дополнительный керек десеңіз бір шақыртып қана тұрғызып алайық. Енді мен бана сіздің даусыңыздан айттыңыз ғой мен. Өзі де алып тұрмын. Соны айттым. Онда 2 минутта кішкене. Жоқ, олай болса, заказ болса, айтсын, заказ деп мен от души, хорошо, ма, шындығын айтсын, заказ. Все, ма, давление оказывается. Менде қазір сыбыс келеді, абана, прокурорын көзінчайды керек, да, больничный ашпанды. Ашты ғой. Ашты болған, онда маған жайды қозғап екен, мен балам деген күнімен 40 температурамен ол шықты. Таңертең барып ашты маған больничный. Бала 30 температурамен медпунктке келді. Мына жерде келгенде де 38 баланың температурасы бана скорый дәрі беріп кетті оған. Кел деп тұр ғой, мен тек сояқтан шығып, ана аптека дәрілерін алып, мынаяққа келіп отыр мен, сот шақырғасын мен. Келіп отыр мен, ауырып тұрған баланы. Олар ойлап тұр ғой мен. Олар, как они думают, что по себе людей что ли стоит. Мен өтірік больничный алмаймын. Балам ауырып.